Олар бір сыныптың оқушылары еді. Бәрі өте ұйымшыл жастар болатын. Қандай жағдай болмасын, бір-біріне көмек беріп, қолдау көрсетуге дайын тұратын. Үнемі туған күн, мереке күндері құр жібермей сауық кештерін жасайтын. Әсіресе Айдана, Гүлмира, Гүлзада үшеуі құрбы ретінде жақсы араласты. Мектепті бітірген соң Айдана мен Гүлмира арман қуып қалаға кетті. Екеуі де мақсаттарына жетіп, жоғары оқу орнының студенттері атанды. Ал Гүлзада болса, отбасылық жағдайға әрі қаражат мәселесіне байланысты оқуға түсе алмай ауылда қалды. Айдана мен Гүлмира қаладан ауылға демалысқа келген сайын Гүлзадаға соқпай кетпейді. Олар студенттік өмірдің қызықтарын айтса, Гүлзада ауылда қызықтарды айтып, арқа-жарқа болатын. Осылай үнемі бір-бірлерін қимай айырылысушы еді. Гүлзада құрбылары үшін қуанып, әрі қызығатын. Әттең тонның қысқалығы мұның да жолын байлап қойды емес пе? Бірақ түбінде мен де құрбыларым сияқты арманыма қол жеткіземін деп іштей серт беріп қоятын. Сол үмітпен күндері күнге жалғасып өтіп жатты. Ауылда қалған өзі сияқты біраз құрдастарымен анда-санда сауық кешін ұйымдастырып тұрады. Бір күні тура Гүлзаданың үйі мен арасын қоршау ғана бөліп тұратын сыныптасы туған күн кешін жасайтын болды. Үйлері қоралас жатқан құрдасы туған күнге шақырғанда бармай қалу мүмкін емес қой. Гүлзада кешкі сауыққа бару үшін анасына жағынып, бүкіл үй тірлігін жасап тастады. Үйді тап-тұйнақта етіп жинап, кірлерді жуып, тіпті кешкі асқа дейін әзірлеп қойды. Егер осының бәрі өкінішті жағдаймен аяқталатынын білсе, осынша құлшынбас еді ғой. Ата-анасының рұқсатын алып, туған күнге баруға дайындалды. Құрдасының үйіне көше айналып барғанша, ортада бөліп тұрған қоршаудан секіріп түсе салмақшы болды. Ерінбей көше айналып бара салғаны дұрыс еді, бірақ тезірек баруға асықты. Қоршаудан секіріп түсе бергенде абайсызда аяғын қайырып құлап түсті. Аяғының қатты ауырып кеткені сонша бар даусымен жан ұшыра айқайлап жіберді. Гүлзаданың ащы даусын естіп үйіндегілер өре жүгіріп шықты. Құлап жатқан Гүлзаданы көріп, бірден көмек беруге ұмтылды. Анасы сөйлеп жүр. Құдай-ай, аяғың аман болса жарар еді. Нең бар еді қоршаудан секіріп? Жолмен-ақ барып есіктен кірмедің бе? Дереу жедел жәрдемде шақырды. Жедел жәрдем дәрігерді Гүлзаданың аяғы сынғанын айтып, тез арада рентген жасау керектігін ескертті. Гүлзаданың ата-анасы ауылда жақсы сынықшының бар екенін айтып, ауруханаға барудан бас тартты. Дереу сынықшыны үйлеріне алдырды. Сынықшы дәрігердің сөзін растап, Гүлзаданың сынған аяғын орнына келтіріп таңып берді. Артынан міндетті түрде рентген түсіріп, нәтижесін көрсетуге сұрады. Ертесіне сынықшының тапсырмасы бойынша аудандағы емханаға алып барып, рентгенге түсіріп нәтижесін алып қайтты. Оны сынықшыға апарып көрсетті. Сынықшы сәл ғана қисық түсіпті, қазір соны дұрыстаймын. Біраз күннен кейін жүгіріп кетесің деді. Сөйтіп Гүлзаданы бір шыңғыртып, сынған жерін түзетіп, таңғышпен қатты қылып байлап берді. Сәл уақыт өткен соң Гүлзаданың аяғы жанын көзіне көрсетіп ауыра бастады. Үйіндегілер мұны қалыпты жағдай деп Гүлзадаға шыда деумен болды. 2 күннен соң аяғы ауырғаны басылды. Осы күйде бір апта жатып сынықшыға хабарласты. Ол таңғышты шешіп тастау керектігін айтты. Гүлзада анасына аяғын тізеден төмен сезбейтінін айтты. Мұны естіп шошып кеткен анасы дереу көлік жалдап аудан орталығындағы ауруханаға тартты. Бірақ бәрі де кеш еді. Бір апта бойы қатты таңып байланған аяққа қан жүрмей жаны кетіп қалған болатын. Дәрігерлер қызды тез арада қалалық ауруханаға жеткізу керек деп шешті. Себебі өздерінің қандай да көмек беруге қауқарсыз екендерін айтты. Қан жүрмей қалған аяғы тізеден төмен жансызданып қарайып кетіпті. Дәрігерлер егер дер кезінде аяқтың жансызданған бөлігін кесіп тастамаса, жағдай бұдан да қиын болатынын ескертті. Мұны естіген Гүлзаданың жағдайын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Гүлзаданы қалалық ауруханаға алып келгенін ести сала, Айдана мен Гүлмира дереу сонда жетті.
Оларды алдынан екі көзі жасқа толған Гүлзаданың ағасы қарсы алды. Келгендерің жақсы болды. Қазір Гүлзадаға сендердің қолдауларың өте қажет. Аға, айтыңызшы, не болды? Дәрігерлер аяғын аман алып қала алды ма? Деп қыздар жамырай кетті. Өкінішке орай, жоқ. Тіпті аяғы жансызданған соң қарайып, шірей бастапты. Сондықтан тізесіне дейін кесулеріне тура келді. Әттең, ертерек білгенімізде ғой. Мына хабарды естіген қыздардың төбесінен жай түскендей болды. Дереу ақ халатты киіп екеуі Гүлзада жатқан палатаға келді. Құрбыларын көрген Гүлзада көз жасына ерік берді. Қыздар да онымен қосылып жылады. Айдана өзін тоқтатып: бәрі жақсы болады. Біз сенімен біргеміз. Сен еш уайымдама. Қазір протез аяқтар жақсы жасалады. Әлі-ақ шауып кетесің деп Гүлзадаға қолдау көрсетіп, жекелешендіретін сөздерін аямады. Қыздар Гүлзаданың көңілін көтеріп, алға ұмтылу үшін өмірдің мұнымен тоқтап қалмағанын, дәл осындай жағдайды жеңіп кәсіптерін дөңгелетіп отырған адамдарды да мысалға келтіріп айтумен болды. Екеуі Гүлзада ауруханадан шыққанша күн құрғатпай келіп тұрды. Құрбылары мен ата-анасының, бауырларының қолдауының арқасында шынында да Гүлзада жігерленіп, тек алға ұмтылды. Өзіне берген сертін де қалайда орындауы керек емес пе? Сынықшы да өз қателігін мойындап, жазасын алды. Ол қатты таңып 2 сағаттан артық байлауға болмайтын ескертуді ұмытқан еді. Салдары жас қыздың мүгедек болуымен аяқталды. Біраз уақыт өтіп өзіне келген соң Гүлзада Алматыға келіп, протез аяқ салдырды. Сөйтіп жүргенде өзі сияқты жарымжан жігітті кездестірді. Екеуінің көңілдері жарасып, отбасын құрды. Қазір 3 баланың бақытты анасы. Күйеу екеуі кәсіп ашып, дөңгелетіп отырған жайлары бар. Гүлзада өзінің қиын, дәрменсіз жағдайына демеу болып, қолдау көрсеткен құрбыларына үнемі алғыс айтып жүреді. Егер осындай сендердің қолдауларың болмаса, мүмкін өзімді құрдымға тастап жіберер едім, кім білген, деп құрбыларын көрген сайын еске алып отырады. Қандай жағдай болмасын, арты өкінішті жағдайға айналмас үшін нағыз маманның қызметіне жүгініп, соның қадағалауында болған дұрыс. Гүлзаданың ата-анасы жасаған қателікті жасамайық. Сол кезде жедел жәрдеммен ауруханаға алып барғанында мүмкін мұндай жағдай орын алмас еді. Енді өкінгенмен еш пайда жоқ. Тағдыр солай болуы керек болған шығар. Гүлзада жақындары мен өзінің қайсарлығы арқасында алға ұмтылып мақсатына жетті. Ал қаншама жандар мұндайға төзе алмай өздеріне қол да жұмсап жатады. Сондықтан күрмеуі қысқа мына жалған дүниеде жарымжан жандардан қолдауымыз бен мейірімімізді аямайықшы.